Менің оқығаным Мағжан Жұмабаевтың «Батыр баян» атты поэмасы. Бұл поэмада Баян есімді батыр туралы айтылады. Ол Абылай ханның аламаны болған. Аламандықта Батыр Баян бір сұлу қалма қызын тұтқынға алды. Баян сол қалма қызына ғашық болып, алайда қалма қызында ондай сезім болған жоқ. Бұл қалма қызының аты Құралай. Құралай Баянның інісі Ноянды сүйгендіктен ол екеуі қыздың отанына қашады. Батыр Баян ол екеуінің ісін туған жері сатқандығы деп есептегендіктен інісін оқпен атып өлтіріп, Құралайды аттан құлатады. Ал кейін оларды өлтіргеннен соң мұны олардың ісі туған жерін сатқандығынан емес, махаббаттың кесірінен екендігін түсініп, Құралай мен Батыр Ноянды екеуін бірге жерлейді. Ал сөйтіп Батыр Баян Абылай ханның рұқсатынсыз шайқасқа 100 қазақ жігітін жинап аттанады. Сол шайқас нәтижесінде Батыр Баян қайтыс болады.